Адиев Надир. Менің адым и фамилиям. Тудым 1935 жылы 8 мартта Маяксалынский район Сараймин койынде. Это Керчен якынында. 11 жылы туған, да, Сарайменде директор школы болып çalışайды. Анам Муратова Рефизе 12 жылы туған жылы учапшы болып çalışайды шы школада. Сараймен балабан кой екен. Вот угына Возгренде оқыдым. Бақшада бар екен сынжырлы медресе. И Сарайменде бар екен. Сулейман Ажының медресесі. Вот. Онда оқыса екендер балаларны и так далее. Сулейман Ажыны раскулачивать еткен сон, а Сулейман Ажының бекеман балабан территориясы болған. Бүтін Керченский полуостров, оның ерлері болған. Бай кіші екен. Сулейман Ажыны раскулачивать еткен сон, оның ие школа болған. Бабам оның үйінде школа етілген, о школада çalıştı. Вот. Ну, койымыз балабан болған. Потому что яқында көйлерден балалар келіп Сарайменде оқи екендер. И более того, Сарайменде интернат ясалған, потому что Умалде автобус, школьный автобус ішінде вақыттай ат-арабаман алып келме болмай екен, қышта жол жоқ, боран и так далее. И язда халық çalışа еркес іште. Бұл интернат балалары, ана-бабалар бар еді олар? Аналары, бабалары бар, яқын көйлер. Вот. Аптаның башында алып келекендер. Чаресі болса, аптаның соңында үйлеріне қайталар, балалар, или қайтмасалар, кері қалалар. Но школада бар екен өзінің подсобный хозяйство дегендер Умалде. Вот. Огородлары бар екен, ерлері бар екен, онда балалар әм çalışа екендер, әм өзлеріне өсір екендер ашайыш. Вот шында, ну, болған шилеріне. Бақша, вот, огород, да, олар, помидор, огурцы, там, бақылжан, вот, шында шилер. Айванда бақтылар? Айванда тұтайкенер, айванда баққанлар, вот, қой, сығыр, потому что сүт, мүт, вот, қатық, ет, өздерінің қолымен өстіре екендер. Бұл Сараймен халқы ненен ұғырашайды? Сараймен халқы в основном как степной халықтары, чөл халықтары боғдай екендер. Арпа, боғдай, ну, в основном жылап, вот. А су жоқ еді ме? Су бар еді біздің көйден алдындан ағын су өтеді. Но о малларға ішмеге халық қидан ішкендер алып. Ну, ауытлар болған современные пруды. Вот. Малны сулаған іштіргендер ондан. Ну, өздері алғандар жуынмаға там. Қач бала едіңіз қорғатады? Біз екі дәне доғма. Мен бірінші, екінші Нарим. Анам
Аметтен асырам алғандар. Анасы өлген ұлықсалықтан, это природах. И аметін алған 30 ишің баласы еді. Вот. Ичеміз өстік. Бабам өгей қалған кіші yok екен. Анамың бабасы да бар еді, анасы да бар еді. Олар бізмен яшайдылар. Депортация вақытында, жеңк вақытында бабам партийный еді. Вот. Шының үшін көйде қалма қорқты. Онда ұзнарға бардық та, біз ұзнарда яшадық. Башқа опықке барып яшадық. Башқа көйлерде жүрдік. Керішке барып яшадық. Қамышбұрында яшадық. Вот. Жеңк бойынша. Жеңк біткен соң қайтып келдік Саременге. Вот. Керішіне Bu endi Kızıl Ordu қайтқан соң, ya? Немселерін қуған соң? Немселерін қуған соң, бабам қайтып келген. Оны 14 апрельде справкасы бар еді. Керіштен берген. Назначается председателем сельсовета. Да, исполнять обязанности председателя сельсовета, бабам. Вот. Бір ай çalışқан, сон депортация болды, вот 18 май. О 14 апрельде алған справкасы еді. 18 майсың сабасын қатырлайсыз, наз oldu? Вот, шын айтacağım. 17-сі күні бабам айтайды. Іште екен, сон бір-екі машина солдат келген. И офицерлер сұрағандар, кто председатель сельсовета. Бабамны көстергендер, и, мол, я председатель, исполняющий обязанности. Сондайнер біз приехали на учение, нас вот, разместите, ну, ятақ беріңізден. Ну, бабам айтқан, мен директор школы вообще. Оқу башылмай, да. Школа бош. Вот. Келіңіз, онда қоныңыз, онда разместитесь. Онда. Келген, сон солдатлар онда елешкенер. И штаны офицер, бабам айтқан, ну, вы пойдемте к нам ночевать. Да. Сон ақшам келгенер бұлар, ну, аш су япқанар. И ашап, ну, аш су еткен. И бізде ятып қалғандар. Сон біресі айтқан, говорит, дедушка бабама, бабам, қарт бабама, разбудите нас в 4 часа утра. Да. И... Бабаңыздың бабасына, да? Да, қарт бабама. Бабамыздың анамның бабасына. Да. Вот, саат 4-те ятқан, қаве ішкенер, анам қаве пішірген, қарт анам. И шығып кеткенер. Бір 15 dakika кешкен соң, келіп, солдатлар қапын қағып, аштыралар. И әзірлеңіз, выселяем вас. Олар отменіңіздің, ашыңыздың суын ашап, да, қонып бір şey айтқан жоқ. Айтқанлары жоқ. Бабам шын айтады. Вот штақыл секретный yapılған птенші. Даже айтмадылар, вот кетежекте, будьте готовы, через минут 20-15 придут, собирайте вещи, что возможно. Babanızın, ananızın aklına da, aslında Tatarların aklına da kemi yarın sürgün edecekler mi? Да, никак нет. Учение келдік денер, учение. Жеңк вақыты, малды даже лав жоқ, шығарылacak. Да. Вот, учение келді, ну, мало что жеңк вақытында, вот, солдатлар жерлері, да.
Біреудің ақылына келген жоқ. Кубанычтан кабыл эттилер, я? Да, қабыл еткендер, бабам умалде мүмкін еді айтма, вот вам отдельный класс, ночуйте ден. Жоқ, бұл өзіміздің армия келді деп, қуанғандан, говорит, үйге шақырған. Ну, аз болса да не мұсафірлік еткен, да. Вот, ашан соң жатқаннар, екінші күні депортация. Nasıl oldu 18 Mayıs nasıl oldu? Ну, сабадан бүтін халық шықа, и біздің азбарға яқындан топладылар. Вот. Онда жаяу бардық, и бүтін халық онда келе, ну, топланды. И бүтін төгерекке солдатлар, пулемет тұра, солдатлар охранять ете, вот. Бір яқа кетмесін. Ну, где-то обед вақытларында, наверное, где-то обедке яқын машиналар келді, вот, грузовой. И онда отырттылар. A sürgün edeceklerini айтмадылар. Жоқ, да. Аш су kimse alamadı. Аш су 15 dakika берділер, не продукты алмаған, не бір ши. Біреуде айтмады даже. Вот. Солдат болғаны бір кімлерге как будто бы айтқан, вот, бізге айтқанары жоқ. Вот. Уяқ бияқ қалдық, вот, даже документлерін ала алмадық. Вот. Бабам жеңк вақытында партийный билетлерін, бүтін документлерін огородқа көмген еді. Вот. Оны даже шығарып болмады. И депортация кеткенде бір шей ала алмадық. Вот. Машина отырттылар и алып кеттілер бізні станцияға. Kaçı stansa? Ой, как его? Ленина. Жоқ, бияында бір, как его? Есімнен шыққан. Евелкі, как его? Seyitlerdeki mi? Жоқ. Жоқ. На ГГГ. Вот Garnastay. Жоқ, Горностаевка туы бияқта. Чистополе. Это жаңы Чистополе, вот шында алып кеттілер. Как раз Сәлеменен шыққан жолы Горностаевка бияқа, и Чистополе бияқа. Онда алып бардылар. Ну, Son nasıl eşalonlar nasıldı? ну, вагоннары умалде товарный вагон екенін мен даже білмеймін оның. Оказывается, товарный вагондар, ну, атлар, айван ташылған, ішері шындай пис еді. Отырттар вагонларға, білмеймін даже біздің вагонға почти полный адамлар кірді. Біздің койын адамлары. Ну, может быть, екінші вагонға, үшінші вагонғадар, ну, сықмасық еді. Вот. Bala, çağa. Бала чаға қарты яшы, ну, малде яшылар жоқ. Hepsi или трудовой армияда, или фронтта. Вот. Қарт, бала, қысқа аяқлы, вот олар. Тотардылар, олар вагонны қапсын жаптылар. Вот. И все. Kaçıp gitkenler oldu mu? Жоқ, қачып кеткені. Adamlar duydum direktler kapıp gitken. Ne deyip düşündü? Ну, умалде, шынды айталар, стрессовый состояние, да. Халық шаштылар, не болағанын біреу аңламады. Это бір күннің ішінде, вот, ертен башлады, обедке все, ақшамға, вагонға кетіп жекіледілер. Yol boyu olgen ölenler oldu mu? Oldu da. Вот, вагонда
где-то Қырымны шыққанша ашмадылар қапыларын. Где-то Қырымны шыққан соң где-то Саратов, Маратов онда келгенде қапыларын аштылар умалде. Су адамдар шығып станциядан су алдылар ішмеге. Бала чақа сусыз қиын, да не жуынмақ, не ішмек, су жоқ. Эле қолған суйларын көме чары жоқ. Bir 10 dakika, 15 dakika toktay poyez көп болса yarım saat. Umalde grafikмен тоқтамай, графикмен жөнемей. Bir vaqt 10 dakika тоқтай, bir vaqt yarım saat тоқтай, біреу білмей. Вот. Гудок бере и сразу поезд кете. Шының үшін балаларын нелерін түшірмейділер. Балабандар түшір, и то ұзаққа кетме болмай вагондан. Аш пішірмеге ұчақ яғалар, пішкені піші, пішмені онда қала даже бір сөйлері жетішмей алып вагонға мінмеге. Вот бүтін жыл шындай болып келдік. Adamlar kayda yattılar. Nege ayak yok gibi bir şeyler var ya. Bir şey yok. Vagonun polunu teştiler. Вот. Polun. И onda bir köşede onda acıyetlerin onda etediler. Kaç gün yoldaydınız? 18-19 gün olduk da yolda. Getirdiler bizini da. Askerler, bu ofisyerler kılınlar geldi yol boyu. Onlar как его pencereleri var idi vagonların. Otolarını açtılar bizimkiler. Ondan хоть nefes alamız yel keledi da. Yağmur болса төбеден аққан су, onu toplaydık. Қазақстанда келген соң, вот Оренбург, Казахстан, онда су жоқ. Вот бек қиын еді чөлдік өтмеге, сусыз. Даже, умалде паровозлар су қиятан еділер. Су, станцияда су, поездлар, паровоз су қиса, онда барып, егелім вақыт болса, біреулер чаресі болса, ондан су алатайдылар. Вот. А bu nede doktorlar, bireyler var ya da vraç, bu kabır yardım. Yok, ne аш su, ne аш, ne su, ne doktor, ne санитар, не біреу жоқ. Только солдаттар, и то өздері бір вагонлары бар еді, очевидно. Вот, олар тоқтағанда келіп қапын açатайдылар. Вот, и опять жабайдылар вагон, и все. Yol boyu adamlar çok ölgen, vagonunuzdan adam çok öldü mü? Evet, öyle болғанлар бар еді, болды. Вагоннан шығарып, көмеме женезе етме вақыт жоқ. Қалдырайдылар. Чаресі болса, терағай Сопырақман немен көмелер әдетін етедайдылар. Olmasa vaqt шығарып ташlaydılar, или станцияда келген тоқтаған станцияда шығарып ташlaydılar, онда алып кетеділер білмеймін қайда. Көмділерін, көмеділерін. Вот. Kayda gelip çıktınız? Келіп шықтық біз станция Зербулак, Нарпайский районға. Онда келдік, бізді алып кеттілер шыгыны баняға, обработка еттілер. Сон 2-3 күнден соң алып кеттілер бізді. Тап
қырларға, қишлак Ленгарға бармастан қышлаққа қалдырдылар, карантин. Онда бір айдай, бір ярым айдай yaşadık. Яз вақытында ісіге су жоқ, қышлақта жатма ері жоқ. Онда қырлардайды, отақыл sıcak еді. Nasıl kabul etti yerli adamlar? Aş su verildi. Yok. Hakimiyet nasıl baktı? Власть? Олар, білмеймен, біз келгейші айтылған, наверное. Шындай кішілер келейдек, мұндай яман сойлары, түрлі лаф. Келгенде, өзбеклер бізге даже, мұсылман болсаларда, яман қарадылар. Не только ярдым етмек, даже, враждебный дейлерде. Ярдым көрмедік. Өзлерінің үйлеріне алмадылар. Бізге, бір-екі бошатқандар. Онда яттық. Бізде не төршек, не ұрба бүрші жоқ. Даже тобан-мобан төшейін жоқлар. Просто мұнайкен жер полда яттық. Bir produkta bir şey vereydiler mi? Yok, produkta yok o da. Ondan қайдан verecek? Өзлері өмәлде жеңіп бақты олар. Барып, яз вақты, енді өмәлде давча дейтін еді. Давча, это үрік. Зердәлде не пішіп башлады. Оларын барып, жиятан едік, пішмегенін ашай, тапқан şeyімізді ашайтайдық. Онда жүгәрі өсетан еді. Жүгәрі это шынан ботқа пішіредік, лепешка, шыманы yaşadık. Где-то бір ярым ай yaşadık. Сон біздің алып кеттілер рудникке, Лянгар. Вольфрамовый рудник, жеңк вақытында это военное значение етілген. Онда бізден ғайры, онда не только өзбеклер депортировали, как его, корейслер бізден алдын депортация еткенер Дальний Востоктан, олар бар еділер, корейслер. Сон руслар бар еділер, немселер бар еді, пленлер. И местный халық өзбек. Онда шахталар бар еді, Вольфрам. Анда біздің халық ярдым етті, халық штапты. Бабам өже болғашын директор школа өмәлде татарларына алмадылар. Не намны, не бабамны, и башқаларын. Біздің көй бар түсті почти. Онда бабаман çalışқан ұжалар бар еді. Біреусі алмадылар. Бабам, грамотасы бар еді, так. О завсклад болып ішке кірді. Алдылар завсклад. Онда... Айлық береділер mi? Айлық беретайдылар. Айлық береділер. Өтмек нормаман çalışқанға беретайдылар. Балларға береділер, оқыған балларға. Çalışmayan adamlar almay yediler. Ve bu vagonda siz kaç adam olup gittiniz Korantada? Ananız, babanız, üç bala ya? İki bala. Anam, babam, kartanam. Kart babam cenk vaktinde
көйде элак болды да. Ну, соңғы вақытта, вот. 6 адам болып кеттіңіз, 6 адамда түштіңіз, иә, неге? Зелбаққа түштік, сон карантин өттік қышлақта, и неге Ленгарға келдік. Бұл бірінші елі бек çok адам өлген еді. Да. Неден өлейділер адамlar? Вот бірінші біз язда келдік, су жоқ, арық суын içеміз, sıcақтан өлді. Малярия, дизентерия. Вот мынау мева не ашайтан едік, вот су içеміз, хасталық, іш хасталық, вот дизентерия, малярия, вот açlık, sıcak, adamlar alışkan yoklar. Вот келгенде жерде барақтар бар еді, әзірлегендер бізге келгенде жерде қазылған, екі ортасында yol, екі шетінде лежаки, жатмаға ерлер, и төбесі шифер. И язда шифер қайттырып қыздыра, вот оның күндіз кірмесін чаресі жоқ. Вот хасталар, балалар, анам өлді келген жылы, қартанам. Вот хасталықтан да. Но дефин etmege berediler mi? Көмеге береділер, но халық чаресі жоқ, вақытлары жоқ, алайы қаста. Умалде та неден армиядан халық келмей, көмекші жоқ, чаресі. Ну, анамны әкетіп дефин еттілер, қайырде біз соңынан тапалмадық, қартанам. Nede? Lengar'da o. Лянгарда да. Barakların anda hazırladılar. Барақлар ондайды, как его, мойка дейтәйділер. Ну, Лянгардың өзінде ту, бір ярым километр бияна мойка. Вот шында барақлар әзірлегенер, вот онда түштік, онда яттық. Бүтін қыш келді, қышта онда чекіштік. Kışta da ölgen adamlar olgandı. Да, қышта, тем более, малды хасталық, yokluk, soğuktan da. Babam завсклад çalışaydı. Вот bizge bir однокомнатный квартира berdiler Ленгардан. Babam aldı, biz onda açtık. Вот oman sağ kaldık da. Nadir Ağa, siz o niye bitirdiniz? Nasıl tahsil aldınız? Niye aslında bana o institut bitirdiniz daha? Да. Ne ayrı Tatarların aslında Özbekistan'da? Evet, как его, мен бірінші классқа, хоть 9 yaşında едім, бірінші классқа Ленгарда бардым, 9 yaşında болып. Вақытта татарлардың класс еді. Вот. Біз оқыдық онда, и ожалар рус еді. Біз русша білмейміз. Да, бек чекіштік, русша білмейсің, татарча. Олар татарча білмей. Вот. Русша үйренгенше қиын oldu. Но бір şey айтacağım, школада бізге обед береді әйділер, оқыған балаларға. Шың үшін істесең, істемесең оқисың, школаға бармақ керек. Вот. Шахтерлардың столовой бар еді, онда барып, алып кетіп ашатайдылар. Ну, ашыда или ботқа, или бір шорба, только обед. Комендантский час oldu. Комендантский час обязательно.
Ленгарыңдан Түрек шетіне граница салдылар. Шаг туда, все, 25 жыл умалды за нарушение режима. Вот. Халықларны отыртайдылар. Олға сөйлер oldu. Да, ол сөйлер болды да. Ну, алып қапағанларында. Да, қапағанлары. Вот, Амет біздің умалды, ну, 30 ішің баласы, енді 18 yaşında, 17 yaşında бала, рудниктен шығып, не, қышлықтар бар еді. Онда кете таңдер, ну, ашамашы қыдыр. И то тұтып бір 10 камне жатып шықты. Шығын үшін, только бала үшін. Bu komendantский час, не комендантқа подписке барғанlar тек büyükler еді, yoksa балалар? Бүтін барата едік. Біз школьник школада оқыған, все равно барата едік. Вот. Көрмек үшін yoksa имзалатай дерміз? Көрмек үшін тұбыл, подпис етмек үшін, да. Yakındaki балалар? Олар, білмеймен, олар, наверное, бармай еділер. Вот. Апайлар, балалар, бүтіні барады. Вот. Мен 53-те школа 9 классқа бітірдім, 10-ға ауыштым. 10 класс ашмадылар Ленгарда. И мен Қатычыға кеттім 60 километр район. Бабам жіберді, алып барды онда. И то комендантқа келіп, айда бір кере Ленгарға келіп подпис ететайдым. Да. 53-тен 56-ғачы. Надираға, енді жен біткен соң, енді біздің askerlerimiz, офицерлер қайтмаға başladı. Biraz yengілік oldu mu халыққа, yoksa? Yok. Халық келіп başladı, вот нелер, офицерлер, фронттан солдаттар медальлерімен, формаларымен сразу келгенменен на учет комендантқа и барып подпис ететайдылар. При формаларымен, наградамын и так далее, погонларымен все равно подписке. Вот. Мен Қатыршыға оқыма бардым. Онда 1 жыл оқыдым, 10 классны Қатыршыда бітірдім. Вот. Ай умалден машина, автобус жоқ. Ну, грузовой машинаман. Межбүр бола едім, неге Ленгарға барып, подпис етіп, бірта қайтып келіп, неге Қатыршыда оқыдым. Neler, Uzbekler, Ruslar, оқығанда, мектепте оқығанда, институтта оқығанда, айрай дерімсіз, сен татарсың, сатқынсың дейді? Бірінші жылары бекеман қиын олды. Руслар, корейслер, өзбеклер школа барғанда ұратайдылар. Қайтқанда бүтін жол жүріп қайтамыз, қолға түссен, көтек ашайсың. Вот. Ну, сон бір 3-4 жылдан сон корейслер, оларды тоже депортированы, да, олар аңадылар, дос олдылар, бізмен çalışып башладық, халық бірішмен таныш біліш болдылар, руслар яқшы қарадылар уже бізге, корейслер яқшы қарадылар, но өзбеклер тем более вынуждены, мejbur болдылар бізге яқшы қармаға. Aslında Надираға, мына çalışқанда, енді сіз белі екемсіз, тәжірибелі екемсіз, хирургсіз. Bu faaliyetіңізде
мына сен сатқансың деген сөйлер әулеселер oldu mu? Соңғы вақытта вот ара-тұра бар еді, националисты истинные. Мұнда даже Қырымға келгенде руслар. Мен Таджикстанда оқыдым, институт бітіргенде. 62 жылы сборный Таджикстанға чапайдым мен. Вот, кірдім анда и за границей кетмек керек еді. Сот страны умалды. Мүмкін еді. Чехословакия, Венгрия и так далее. Маған айттылар, тебя жіберместер деп. Но малде мен как таджик өттім. Татар болмай еді. Öyle bir yaşayışlar endi yaxşı anda yerleştiniz, ettiniz Özbekistan'a. Ne için Kırım'a koştunuz? Но это уже суаль башқа, да. Қырым біздің витанымыз. Вот Қырымда, онда Өзбекстанда келгенден 45-46 жылдары уже Қырымға қайтамыз деп баштадық. Вот Шымалда айттылар, вот жеңіп бітсе, вот қайтарылар. 45-те жеңіп бітті. Еркездің аузында Қырым. Еркез даметі қайтарымыз деп. И шыдамемен біз 92-ге шей ашадық. 90-шы жылдары, 80-шы жылдары. Вот. Жыл ұтақыл халық тұрышты жүрділер артындан. Бүтін вақыт Қырым. Хаялым енді школаны бітіргенде мен қатыршыда бітірдім. 10 класс. Третьякова Валя бар еді. Оман бір класста оқыдық. Третьяков военком еді. Ну, ине барайдым, мен бір өзім. Барабар дерс етедік. Сон енді школаны бітірдім. Бітірежікте. Балалар еркез өзлеріне бір зенат қыдыра. И бір қаш бала летчик олacak oldular. И Оренбургқа летное училище заявление yazdılar. И мен де істедім. Оренбургқа заявление yazmam, летное училище. Сон Третьякова Валя барабар оқыдық. Мен айттым, бабаңа айтса, мен де алсын да списокқа деп. Хай, ладно, документ жіберділер, неге Оренбургға. Сон бітіре атқанда Валя айтты маған, отец хочет тебя видеть. Я говорю, а что такое? Ладно. Бардым, барсам, говорит, твои документы вернулись маған. Я говорю, а что такое? Ты не проходишь по 5-й графе. А мен 5-й графа, что такое? Не кен білмеймін даже. Оказывается, это национальность. Вот. Шын үшін бір қач бала бізден қатыршыда бітірген балалар онда кірділер оқымаға. А менің документім қайтарып жіберділер. Bu endi Özbekistan'da ya. Өзбекстанда да. Вот, о малде мен аңнадым. Ну, мына үш балам бар, торынарым бар едідәне. Тілегім не? Тыншылық болсын. Мында өзім ветанымызда. Олар Өзбекстанда тудылар, мында тудылар, Фрунзеде тудылар, вот, Душанбеде тудылар. Мында топладық балаларына. Қырымға ветанымыз деп. Мына енді, ну, мында яшасынар, мында өмірлері өтсін. Мында частылы олсынар, бақытлы олсынар. Башқа керек ме бізге?